Сөмкеміздің табанын оваль формасында тоқып алдық. Енді осы бөлікті матаға орналастырып, дәл осындай көлемде сызып қиып аламыз. Бұл бізде подкладканы тігу үшін қажет. Қажетті бөлікті қиып алдық. Енді сөмкеміздің жоғарғы бөлігін тоқып бастаймыз. Ол үшін оваль формасының қырынан үстіңгі қабаттағы жіптен жаңа жіпті өткізе отырып, оны видеода көрсетілген бөлікке дейін тоқып аламыз. Ал енді мұқият болыңыздар, себебі біз бұл жерде сөмкенің арқа ілгішін тоқитын боламыз. Яғни бұл қалай? Оваль формасының қақ ортасынан екі жағынан да белгілеп алып, санаймыз. 6 галочка оңға, 6 галочка солға қарай санап, оны маркермен белгілеп аламыз. Және де тоқып бастаған кезде осындай фурнитураның ішінен 3 галочка шығарамыз. Бұл жерде біз маркерге дейін 2, маркер тұрған жермен 3 галочка тоқимыз. Әрі қарай екінші маркер берілген тұсқа дейін тоқып шығамыз. Бұл жерде біз маркердің өзі тұрған жерден 1 галочка және одан кейін 2 галочка ала отырып 3 рет тоқимыз. Осылайша қатарды бір-біріне біріктіріп аяқтаймыз. Екінші қатардан бастап біз шишечка узорын тоқитын боламыз. Мұқият қараңыздар, яғни астыңғы қатардағы екінші галочкадан ілгекті өткіземіз және де негізгі жіпті іліп аламыз. Оны ілгектегі екі жіптен өткіземіз де, дәл сол тұстан ілгекті қайта кіргіземіз, оны жай ғана тоқимыз. Және содан кейін 1 галочка тұр, одан емес, екінші галочкадан 2 бөліктен де ілгекті өткізіп негізгі жіпті іліп аламыз да, әрі қарай осылай тоқып қатарды қалай біріктіретін жерге дейін келеміз. Осы фурнитура тұрған бөлікке келген кезде біздің 6 номерлі ілгегіміз бұл жерден сыймайды, сондықтан 5 номерлі ілгекті алып тоқсаңыздар болады.
Қатарларды бір-біріне біріктіреміз. Ол үшін екінші қатардың бастапқы үстіңгі екі жібінен ілгекті өткізіп, аяқтаушы қатардағы негізгі жіпті одан өткіземіз. Және де осы екінші қатар аяқталған тұста бізде шишечка узорымен аяқталды. Мінекей мұқият қараңыздар. Осы тұстан ілгекті кіргіземіз де негізгі жіпті тартып шығарамыз. Яғни әрбір қатар аяқталған кезде осындай шишечка узорымен аяқталуы қажет. Сол тұстан негізгі жіпті іліп аламыз да үшінші қатарымыздың алғашқы жай галочкасын қалыптастырамыз. Енді үшінші қатар қалай тоқылады? Астыңғы екінші қатардағы жай галочкадан ілгекті өткізе отырып, сол галочканы біз шишечка узоры қыламыз. Мінекей қараңыздар. Бұл жерде жай галочка алынады, яғни бұл төртінші қатарда келген кезде бұл да шишечка узорына айналады. Әрбір қатарды дәл осылай етіп тоқып, манағы көрсетілгендей етіп бір-біріне біріктіріп, барлығы 11 қатар тоқимыз. Мінекей біз 11 қатарды тоқып алдық, енді оны мұқият санап шығамыз. Яғни бұл жерде қатарлар бір-бірімен теңесіп тұрған жоқ, біреуі жоғары, біреуі төмен тұр, сондықтан екі қатардан да санағанда 11 қатар шығатындай болуы қажет. Ал енді сөмкеміздің осы тұста подкладкасын тігіп бастайтын боламыз. Біз бағана оваль формасында табанының өлшемін алдық. Енді үстіңгі бөліктің өлшемін аламыз. Ол үшін осылай сыртқы бөлігінен ұзындығын өлшеміз, ал ішкі бөлігінен жалпы дөңгелек форманы осындай метражникпен өлшеп шықсаңыздар болады. Соны матаға орналастырып, дөңгеленген формада подкладка тігеміз. Өлшемді алып болған соң оны матаға сызып аламыз, яғни биіктігі 25, ұзындығы 65 см болатын 4 бұрышты мата қиып аламыз. Ал енді тесма мен сөмкенің екеуі бірігіп тоқылатын жеріне, осы тесманың жоғарғы бөлігіндегі ілгіштерін видеода көрсетілгенде етіп мұқият қараңыздар, осылай орналастырып, барлығы қанша шығатынын санаңыздар. Менде 49 шықты. Ал енді сөмкеміздің табаны мен үстіңгі жақ бөлігінің подкладкасын бір-біріне біріктіріп, тігіп шығамыз. Бір-біріне біріктіріп болған соң, осы сөмкенің жоғарғы жағына матаны қайыра отырып, тесманы біріктіріп тігеміз. Яғни тесма матаның оң жақ бетінде ішкі бөлігінде орналасуы қажет, шатасып қалмаңыздар. Подкладка мен сөмкені бір-біріне біріктіріп тоқып бастаймыз. Ол үшін жаңадан қатар бастаймыз, яғни ілгекті ілеміз, оны тесманың ілгішіне өткізіп, негізгі жіпті содан кейін барып ілгекке іліп, осылай видеода көрсетілгендей етіп тоқып шығамыз.
Подкладка мен сөмкені бір-біріне біріктіріп тігіп алдық. Енді бұл жерде сөмкеміздің бастапқы бөлігіндегі әдемі болып тұруы үшін бекітпе тігісін жүргіземіз. Ол үшін ілгекке негізгі жіпті іліп ала отырып, ілгектің бойындағы жіптен негізгі жіпті өткізе отырып, видеода көрсетілгендей етіп, қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді қатарды бір-біріне біріктіреміз. Ол үшін сәл ғана қажетті мөлшерде жіпті қиып аламыз да, бастапқы қатардағы жанынан қарағанда галочка болып тұрған екі жіптен ілгекті өткіземіз. Және оған негізгі жіпті іліп ала отырып, аяқтаушы қатардағы галочканың ортасынан ілгекті өткізіп, мұнағы негізгі жіпті осы бөліктен тартып шығарамыз. Сонда қатарымыз бір келкі болып, біріккені білінбей қалды. Ал арттағы артық қалған жіпті тоқылған бөліктің арасынан өткізіп байлап тастаймыз. Ал енді сөмкеміздің жабылып тұратын беткі бөлігін тоқып бастаймыз. Ол үшін түйін түйіп, ілгекті одан өткізіп, іліп ала отырып, 8 рет тоқимыз. Бұл бізде жарты оваль формасында болып есептелінеді, яғни бағанағы тоқылған овальға табанына ұқсас. Мұқият қараңыздар, 9 рет қосымша ілгекті іліп аламыз да, 8 тоқылған бөліктің арасынан ілгекті өткізе отырып, соңында бір бөлік қалатында етіп 7 рет тоқимыз. Яғни ол қалдырған бөліктен біз бір жерден, яғни 3 галочка шығарамыз. Мінекей мұқият қараңыздар, осы тұстан бірінші галочка, дәл сол жерден екінші галочка, тағы да сол жерден үшінші галочканы шығарып тоқимыз. Бұл аралықта мына жіпті түйінін шешіп, артқа қарай тартсаңыздар, өзі бірігіп тоқылып кетеді. Әрі қарай бір галочкадан соңына шейін тоқып, қатарды кері айналдыратын боламыз. Қатарды аяқтадық, қосымша бір ілгек іліп алып, кері айналдырып, көрсетілген тұстан ілгекті өткізіп, 7 рет тоқимыз. Яғни, мұнағы 3 галочка шығарған жерден біз 2 еселеп тоқитын боламыз. Мінекей осы жерден әр кіргізілген бөліктен бірден 2 галочка шығарамыз. Бір, тап сол жерден екінші галочка, осылай 3 рет қайталаймыз. Мына бөліктен біріншісін кіргіздік, енді дәл сол жерден екіншісін. Тағы бір рет, дәл осы тұстан бір галочка, қайтадан екінші галочканы тоқып шығардық. Яғни әрбір қатарды айналып келе жатқан кезде осындай дөңгелек болып қалыптасуы үшін әрбір 2 еселенген галочканың алғашқысын 2 еселеп, одан кейін 1, 2, 3 деп жеке-жеке тоқитын боламыз. Бұл бізде жаңа 3-ші қатар алғашқы 7 галочканы тоқып алдық. Енді осы тұстан бастап бірге 1, 2 галочка, бөлек 1 галочка. Қайтадан бірге 2 галочка, бөлек 1 галочка тоқимыз. Жаңа қатарды бастаған кезде тап осылай бірге 1, 2 галочка, бөлек 1, 2 галочка тоқимыз.